Таңертең ұйқыдан оянғанда, бүгін менің жолым болды деп ояныңыз. Мен ояндым, мен тірімін, менің баға жетпес адамдық өмірім бар, және мен оны құр босқа өткізбеймін. Есіңізде болсын, әрқашан сіз қалаған нәрсе емес, сізге шынымен қажет екенін есте сақтаңыз. Мүмкіндігінше мейірімділік болыңыз. Жақсылық амал арқылы келеді, дұға арқылы емес. Әлем үйде, өйткені бәрі керісінше. Құдай сені бақыт еткісі келсе, ол сені ең қиын жолға салады. Өйткені бақытымызға орай оңай жолдар жоқ. Менмендік еш қашан ақталмайды. Бұл өзін өзі бағалаудың төмендігіне немесе уақытша үстірт жетістіктерінен туындайды. Мейірімділік тақырыбының дінге еш қатысы жоқ. Бұл жалпыға ортақ себеп. Адамзат баласының аман қалуының бір тұтас шарты. Көмек бере алсаңыз, көмектесіңіз. Егер жоқ болса, кем дегенде зиян келтірмеңіз. Өмірге деген оң көзқарасты сақтай отырып, сіз ең қолайсыз жағдайларда да бақытты бола аласыз. Мен туған күнді тойламаймын. Мен үшін бұл күн ерекше емес. Бір сөзбен айтқанда, әр күн туған күн. Таңертең жаңа оянасыз. Әйтпесе, ең бастысы бұл жаңа күн сізге маңызды нәрсе келеді. Біздің өміріміздің мақсаты бақытты болу. Біздің жауларымыз бізге шыдамдылық, төзімділік және жанашырлықпен айналысуға алтын мүмкіндік берді. Мен шын мәнінде шынайы діннің жақсы жүрек екенін сенемін. Біз технологияны басқаруымыз керек. Біз олардың құлына айналмауымыз керек. Әр қайсымыз бүкіл адамзат үшін жауаптымыз. Бұл менің қарапайым дінім. Ғибадатханалар қажет емес, күрделі философия да қажет емес. Біздің өз миымыз, жүрегіміз, бұл біздің ғибадатханамыз, біздің философиямыз, мейірімділігіміз. Планета табысты адамдардың көп санын қажет етпейді. Ғаламшар бітімгерлерге, емшілерге, қалпына келтірушілерге, әңгімелесушілерге және барлық түрдегі әуесқойларға өте мұқтаж. Оған өмір сүруге жақсы адамдар керек. Ғаламшарға адамгершілігі мен сүйіспеншілігі бар, әлемді тірі және адамгершілік ететін адамдар қажет. Бұл қасиеттердің біздің қоғамда анықталған табысқа қатысы жоқ. Күніне кем дегенде 3 адамға күлкі сыйлаңыз. Қымбат күш қуатыңызды өсекке жұмсамаңыз. Өткен мәселелерді ұмытыңыз. Туыстарыңыз бен достарыңызға өткенді еске түсірмеңіз. Жанжал сіздің қазіргі бақытыңызға кедергі жасайды. Басыңыздан жағымсыз ойларды алып тастап, позитивке бұрыңыз. Өмірдің мектеп екенін және сіз оқу үшін осында екеніңізді түсініңіз. Есептер мектеп бағдарламасының бөлігі болып табылады. Ол математика сабағымен аяқталады. Алынған білім мәңгі қалады. Уақытты жек көру үшін, босқа өткізу үшін өмір тым қысқа. Ешкімді жек көрудің қажеті жоқ. Әр дауда жеңіске жету керек. Өзіңіздің қате екеніңізді мойындауды үйреніңіз. Бүгінгі күнді бұзбау үшін өткеніңізбен тату болыңыз. Өз өміріңізді басқалардың өмірімен салыстырмаңыз. Сіз ол туралы бірдеңе білесіз бе? Жақындарыңызды ешкіммен салыстырмаңыз. Сіздің бақытыңызға сізден басқа ешкім қамқорлық жасамайды. Басқалардың сіз туралы не ойлайтынын кешіруді үйреніңіз. Бұл сіздің шаруаңыз емес. Есіңізде болсын, жағдай қаншалықты жақсы немесе жаман болса да, ол өзгереді. Өзіңізді соншалықты байыппен қабылдамайсыз ба? Басқа ешкім алмайды. Егер сіз ауырып қалсаңыз, жұмысыңыз сізге қарамайды. Достар қамқор болады. Жоғалмаңыз. Пайдасыз, ұсқынсыз немесе бақытты емес барлық нәрселерден құтылыңыз. Қызғаныш, уақытты босқа өткізу. Сізде қажет нәрсенің бәрі бар, немесе жақын болашақта болады. Ең жақсысы әлі алда. Қандай сезімде болсаңыз да, тұрыңыз, киініңіз, араласыңыз. Нағыз қаһарман ашу мен өшпенділікті басқаратын адам. Бақыт сырттан келетін нәрсе емес, өз іс-әрекетіміздің нәтижесі. Менің дінім қарапайым, оған
ғибадатханалар мен күрделі философия қажет емес. Біздің ақыл ойымыз, біздің жүрегіміз. Бұл жерде мейірімділік, ғибадатхана жалғыз ілім. Мақсат ешкімнен артық болмау, бұрынғы сенен жақсы болу. Кейде біреу осылай айту арқылы динамикалық әсер қалдырса, кейде сол маңызды әсерді үнсіз жасайды. Басқа адамдардың ойын ашумен емес, сүйіспеншілікпен өзгерту тәсілі. Есіңізде болсын, кейде қалаған нәрсеге қол жеткізе алмау, бұл сәттіліктің керемет соққысы. Ашық жүрек, ашық көңіл, өз біліммен бөліс. Бұл өлместікке жетудің жолы. Бақыт бұл дайын өнім емес. Ол өзіңіздің іс-әрекетіңізден туады. Оптимист болыңыз, өзіңізді жақсы сезінесіз. Сүйетіндеріңізге ұшуға қанат. Қайта үшін тамыр және қалуға себеп беріңіз. Неғұрлым сүйіспеншілік жігерлендірсе, соғұрлым сіздің әрекеттеріңіз қорқынышсыз және еркін болады.